Өз кәсібін сүйіп, халық денсаулығына жауапкершілікпен қарап, сапалы қызмет көрсетіп жүрген жеке кәсіпкер тіс дәрігермен таныс болыңыздар. Саламатсыздар ма? Мен есімім, аты жөнім Жайдарбаева Гүлжамал Рахимбердіқызы. 71 жылы осы Жамбыл облысы Байзақ ауданы Құмжат ауылында дүниеге келгенмін. Кішкентай кезімнен дәрігер болғанды армандағанмын. Дәрігер болғанда да кожвенеролог болғым келген едім. Өзім армандаған мамандығым. Сол менің балым стоматологическийға жетіп тұрды, и фармацевтическийға. Сонымен таңдауым осы стоматология болды. Облыстық балалар тіс емханасында бастадым. Жолдасым 1998 жылы осы ауданға, направлениемен осы ауданға келдік. Бұл жерде біз 2003 жылы осы жерден жолдасымыз екеуміз бірігіп, бірінші стоматологический кабинет аштық. Жұмысымызда өте қиыншылықтар көп болды. Бұл жұмысымызды ауыстыратын да ойымызда болды. Бірақ оқығаннан кейін немізді қимай, осы қиыншылыққа төзіп, жолдасым Дүйсенбаев Әскербектің арқасында осы кісі осы ауданда өзін кәсібін жақсы меңгеріп, өзін жақсы іс маманы ретінде көрсете алды. Одан кейін жанұялық болып бірігіп, қазір енді Асадент тіс емханасын ашып отырмыз. Қазір көмектің барлық түрлері бар бізде. Терапевтическая стоматология, хирургиялық, ортопедиялық, ортодонтиялық көмегіміз бар. Пародонтология жағынан көмегіміз бар. Жас мамандар бар, қазір жұмысқа қосылды бізге. Біздің қызметіміз сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін жүреді. Балалар, жасөспірімдер, жүкті әйелдер, пенсионерлер тегін көмек алады. Енді балалармен қызмет жасаймыз. Балалардың қылықтарына күлкім келеді, келгенде қорқып тұрады. Бізге келгенде алғашқы рет келгенде үйренем деген. Кішкене ауырғаны, тісін ауырғаны басылып, біздің көмекті көргеннен кейін екінші келгенде балаларымыз күлімсіреп келеді. Сол бізге бір керемет аура сыйлайды сол балалардың. Бізге күліп келгендері, сенім артып келгені. 2025 жылы біздерге кішкене жақсы жыл болды. Атамекен ұйымына рахмет айтқым келеді. Аудандық субсидия алып, біздер бүкіл техникамызды жаңартып оңалтып алдық. Қазіргі таңда біздің тіс емханамызда 3 врач, стоматолог жұмыс істеп жатыр. 1 зубной врач, 2 ембикеміз бар, 1 тазалықшы, 1 есепшіміз бар. Енді алдағы уақытта тағы да мақсатымыз жұмысымызды үлкейтіп, көркейтіп, тағы да жас мамандарды қоссақ деп отырмыз. Тағы да дамытып, ауданымызға қолымыздан келгенше көмек көрсетіп, көпшілікке әдемі күлкі сыйлау. Елімнің алаңдаған тағдырына бүгінгі батыр солар кеуде тосқан, індеттің дауылына, жаңбырына.